бір артықшылығы мұнда оқушылардан бастап кез келген жастағы адамдардың да ағылшын тілін меңгеруге мүмкіндігі бар. Сондай-ақ орталық мамандары бастауыш сынып оқушыларын жекелеген пәндер бойынша да тереңдетіп оқытады. Елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының бәсекеге қабілетімен айқындалады. Сондықтан әрбір қазақстандық 21 ғасырға лайықты қасиеттерге ие болу керек деді. Яғни көп тілді үйренген, техниканы меңгерген, озық ойлы, бәсекеге қабілетті ұрпақ қана ел болашағын баян етпек. Міне қосымша білім беру орталығы осы мақсатта ашылып отыр. Орталық жетекшісі Мөлдір Дүйсенова Қорқыт атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің түлегі. 2008 жылы ақш-тың Филадельфия қаласында оқып, білімін жетілдіріп келді. Білікті маман қазіргі күні шәкірттерге Оксфорд методикасы бойынша ағылшын тілін үйретуде. Біздің негізгі мақсатымыз ұрпағымызға, болашақ ұрпағымызға, жастарымызға саналы, сапалы білім беру. Және де біз нәтижеге жұмыс жасаймыз. Кез келген ата-анаға оқушыны қабылдаған кезде біз айтамыз, біз балаңызда нәтиже шығарып береміз деп. Қазіргі таңда жаман емес, шүкір Аллаға, балдарымыз ағылшын тілінде еркін сөйлей алады. Бір айдың ішінде әріп-тілмен келіп жатқан балдарымыз оқып үйренуде. Бағдарламаның өте тиімділігі балаларға алфавиттен бастап үйретеді. Мысалы, мектептегі бағдарламада бірден сөйлем кетсе, біздің бағдарламада алфавиттен бастап дыбыс, фонетикаға көп мән беріледі. Бүгінде мұнда 200-ден астам бала қосымша білім алуда. Солардың бірі Айкен Серікбай. Шоған Уәлиханов атындағы номер 217 мектеп лицейдің оқушысы сабақтан тыс уақытта осында келіп, арнайы курсқа қатысады. Нәтижесі жаман емес, ағылшынша сайрап тұр. Мен ағылшын тілін оқитын себебім, ағылшын тілі менің өте сүйікті сабағым болып келеді. Және де қазіргі таңда ағылшын тілін білу өте маңызды. I study English because English is a very necessary lesson, and nowadays it's very necessary to know foreign language. Knowledge of foreign language helps us to develop friendship and understanding among people. Орталықта сондай-ақ ағылшын курсынан бөлек бастауыш сынып оқушылары жекелеген пәндер бойынша да тереңдетіп оқытылады. Мектепке қарағанда біздің сабағымыз ол тереңдетіліп, балалардың түсінбеген мектептің қазір программасын өздеріңіз білесіздер, қазір қиын. Балалар бірден меңгеріп кетуі де оңай емес. Сол себепте біздің курста олар келіп қосымша сабақ алып, яғни білімдерін тереңдете береді. Білікті мамандар осылайша сапалы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеуде. Мөлдір Дүйсенова алдағы уақытта орталықты мұнан әрі кеңейтіп, бала санын көбейтуді жоспарлап отыр. Әкімжан Жолтаев, Алмат Меңдібаев, Қанат Махамбетов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.